Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бұл видеода осы тауарлардың барлығын распаковка жасап, және видеоның соңында күшті бір лайфхакпен бөлісетін боламын. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісті ұмытпаңыз. Кеттік. Ең бірінші мен осы заттан бастағым келіп тұр. Мінекей осындай сыңғыш заттарды көбінде осындай пенопласт не дейді, сондайға орап салып жібереді. Продавецке өтініп сұрасаңыз, сіздің товарыңыз сынбай әдемі болып осылай күшті болып келеді. Бұл кружканы мен Taobao сайтынан алған болатынмын. Бағасы Taobao сайтында 10 юань, яғни 650 теңге, плюс салмағы 226 грамм. Объемы 350 миллиграмм. И бұл сонда келумен 890 теңгенің шамасында. Өте керемет, өзіме ұнады. Келесі товар менде осындай тоже сыңғыш зат бұл да. Негізі мына коробканың сыртына қана тек сыңғыш зат деп скотчпен белгілеген. Бір жақсылап орады деп айта алмаймын продавец. Егер осындай заттарыңыз сынып келсе, продавецке жалоба түсіріп, дұрыстап оралмаған деп ақшаңызды қайтарып алсаңыз болады. Менде енді бұл ешқандай сынбай, жақсы келген. Сайттағы бағасы 11 юань, яғни 700 теңге, плюс салмағы 546 грамм. Сонда бұл менде келумен 1700 теңгеге шығып тұр. Орнатылуы өте оңай, өзінің жабыстырғышы бар, ғана көрсетіп кеткен. Үстіне не қойсаңыз да нормально ұстап тұрады. Келесі товар менде осындай уходовый косметикаға заказ берген болатынмын. Бұл товардың салмағы 1 кило 836 грамм. Өзінің бағасы сайттағы 28 юань. Сонда бұл уходовый косметика маған келуімен 5700 теңгеге шығып тұр. Бұл уходовый косметиканың ішінде осындай 6 предметтен тұрады. Ең бірінші мінекей мынау тонер. Умывашкадан кейін қолданады бұны негізі. Бұл осы сериясы бет құрғақ кожаларға арналған. Бетті жақсы увлажнять етеді. Мына бетке арналған кремі. Мінекей. Сосын көз айналасына арналған крем. Сосын мынау BB кремі өзінің. Сосын мына алтыншысы мынау бізде лосьон. Келесі товар бізде мынау менің 1 юань, яғни 65 теңгеден сатып алған заттарым. Мына жерде барлығы каждый жеке-жеке 1 юаньнан. Ароматизатор, канцелярский нож, осындай. Мынау электронный щетканы ұстағыш, не жерде жасыл тұрған сабын. Келесі товар менде носкилер болып керек. Уже бірінші рет емес алып атқаным, уже проверенный бұл носкилер, өте жақсы түтілмейтін, осындай жұқа сеточный носкилер. 5 штукқа заказ берген, 5 штуктың 5-еуде келген түстері. Фотода қандай болса, тура сондай, қандай размерді айтым, тура сондай размерді салып жерген. Келесі товар менде электронный щетка болу керек. Вибрациясымен салмағы 140 грамм. Сайттағы бағасы 12 юань, мен 50% скидка кезінде алған болатынмын. Сондықтан бұл менде 6 юаньға шыққан. Бұл электронды щетка. Сонда келумен бағасы примерно 700 теңге. Ішінде осында зарядникі. Батарейкамен емес, осында зарядкамен жүреді. Сосын 3 осында щеткасы. Бұл жерде осындай өзінің 4 режимі бар. Барлығы жақсы жұмыс істеп тұр. Келесі товар бұл бізде муслиновый плед болу керек. Размері 110-110. Сайттағы бағасы 1100, салмағы 314 грамм. Яғни бұл менде келуімен 1800 теңгеге шығып тұр. Келесі товар менде бұл да косметика болу керек. Теңге заказ берген болатынмын. Осындай сапасы прям күшті. Көптендер жағып атқан кезде расына түсіп, сондай болады. Бұл да ондай жоқ, өте күшті, әдемі, качественный. Келесі мені жаңа сіздерге айттым ғой, 1 юаньға алған заттарым деп.
осындай бір сарын салғышқа заказ берген болатынмын. Яғни бір 65 теңге ма сондай. Тоже жақсы, сынбай әдемі келген. Барлығын бір упаковкаға салып жіберген. Жақсы тұратын ұстағышым бәрі. Келесі товар мынау. Қазіргі таңда интернетте хит болып жатқан Nova деген консилер. Өте әдемі, күшті екен. Интернетте рекламаларда қандай болса, тура сондай. Өзім қолданып көрдім. Күшті екен. Өзіме ұнады. Неке ішінде осында кесішкасы подаркаға келген. Келуімен бағасы бір 500 теңге ма, сондай теңгеге шықты бұл консилер. Так, достар, видео соңында жақсы бір лайфхакпен бөлсем деген болатымын. Қазір өзіңіз білетіндей Pinduoduo сайтында ешқандай комиссиясыз оплата жасауға болады. Мысалы, сіз бұрын 3% комиссия төлеп жүрсеңіз, қазір ондай деген жоқ. Мысалы, мен мына бір тәпішкеге кіріп көрейін. Мінекей. И осы жерде, так, мына магазин ұнап тұрған жоқ. Мына қара жазудың үстінен басып тұрсаңыз, екіншіден бассаңыз, сіздерде осы тәпішкеге, осындай тәпішкені сататын бірнеше магазиндер шығады. Так, маған осының ішінде доставкасы ең тез, мысалы, мынау тұр, осыны таңдайын. Доставкасы ең тез. И осы жерде, мысалы, мен мына аяқ киімді таңдайын. И размері менде. Мына жерде маған керек размер жоқ екен. Келесі басқа тағы да көрейін іздеп. Мына тәпішке емес, басқа тағы заттарды қарап көрейін. Мына жерде 24 сағат ішінде доставка деп тұр. Так, мысалы, мынандай сумканы қарайын. Тоже не жерде доставкасы 15 сағат ішінде деп тұр. И мысалы осы сумкадан бір штук алайын. Мінекей. Осылай. Мына жерде, астында мысалы сіздерде мында қызыл болып тұрады ғой. Осы қызыл болып тұрған кезде сіздерде ол жерде комиссия алынатын еді. Мысалы қызыл таңдасаңыздар, осы жерде сіздерде комиссия ұстайды. Мысалы міне қараңыздар, 6 юан болды. 6 юанға 2%, 2%, 3%, 2 юан қосылса, сөзі 8 юан болды. Сіз бұны бұлай емес, мына жасыл тұрға астында, соны басып, ешқандай комиссиясыз WeChat арқылы төлесеңіз болады. Мінекей автоматты түрде WeChat-қа қосылады. Мінекей Викинпэй деген. Оплатить сейчас дегенді басып, осылай оплата жасай бересіз. Ешқандай комиссия төкте алынбайды. Болды. Оплата жасайсыз. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Пайдалы болса лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ал егерде басқа да Қытай сайттарын мен арқылы үйренгіңіз келсе, маған WhatsApp-қа жазыңыз. Сіздерге жеңілдікпен үйрететін боламын.